9-10 маусымда Қазақстанның басым бөлігінде күн күркіреп, жел күшейді. Кей өңірлерде аптап ыстық болады деп болжанды. Осыған байланысты Қазгидромет мамандары дауылды ескерту жариялады. Адамға найзағай түссе, аман қалу екіталай екенін де білеміз. Сондықтан сақтықта қорлық жоқ деп, алдын ала сақтық шараларын біле жүрген абзал. Көбінесе найзағай биік ғимараттарға, ағаштарға түседі. Олардан 50-60 метр қашықтықта болғаныңыз дұрыс. Ал жазықтықта ешқандай биік мұнара жоқ. Жер болса, сонда жүрген адамға түсуі мүмкін. Саяхатқа, ұзақ сапарға, серуенге шығар болсаңыз, ғаламтор арқылы алдағы ауа райымен танысыңыз. Ашық алаңқайда, арманда, жағажайда, өзенде, қорғансыз жерде кезде найзағай ойнап тұрса, қауіп күштірек болмақ. Мұндайда киімің су болғанын қорықпаңыз. Құрғақ нәрсеге қарағанда су киім қауіпсіздеу. Ал судың өзі токты өте жақсы өткізеді. Найзағай басталған сәтте дереу судан шығып, жағажайдан алыстауға тырысыңыз. Найзағай кезінде жерге жатуға, ағаштың астын тасалауға, бір орынды тұруға да жылдам жүгіруге де болмайды. Бір қалыпты жылдамдық сақтаған дұрыс. Қолшатырды да ашпаған абзал. Денедегі металл бұйымдардың бәрінен арылыңыз, себебі олар токты жақсы өткізеді де. Найзағай кезінде қауіп туғызады. Көшеде жүрсеңіз, автобусты, көліктерді паналауға болады. Ал үйде болсаңыз, электрмен жұмыс істейтін барлық аппаратты өшіріп, есік-терезені жабыңыз. Осы секілді ережелеріне қатаң ұстану арқылы жақындарыңызды және өзіңізді қауіпсіз жағдайда ұстай аласыз. Сіздермен болған жаңа жаңалықтар арнасы арнаға тіркеліп, жаңа жаңалықтармен таныс болыңыздар.